أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Бүгін біздер Алланың қалауыменен Рамазанға дайындық жалғастырамыз. Бүгінгі біздегі бөлім айтылатын бөлім оразаның шарттары. Оразаның қандай да бір шарттары. Оразаның шарттары бізде үш нәрседен қайтады. Біріншісі ораза ұстаушының яғни ораза ұстауы парыз болу үшін төмендегі сипаттар табылу керек. Бірінші, оразаның парыз болуының шарттары. Екіншісі, орындаудың шарттары. Үшіншісі, орындаудың дұрыс болуының шарттары. Яғни орындап жатсыз, бірақ плюс тағы да шарт бар. Орындауыңыздың дұрыс болуының шарттары, иә. Біріншісіне келетін болсақ, бірінші, ораза ұстауы парыз болу үшін төмендегі сипаттардың болуы керек, табылу керек. Біріншісі ислам. Яғни бірінші ораза ұстау дұрыс болу үшін шарт бірінші ислам дінін қабылдау керек бірінші. Яғни өзге дін өкілі келіп мысалға мен ораза ұстаймын дейтін болса, иә, мысалға ұстауы мүмкін, бірақ ол кісінің оразасы емес, қабыл емес. Яғни өйткені бірінші шарт ислам. Исламнан қабылдау керек. Қабылдағаннан кейін барып біз оның оразасының қабыл болу мәселесін қарастырамыз. Екіншісі ақыл есінің болуы. Ақыл есінің болуы. Яғни ақыл есінің болу деген сөзіміз, егер де ақылы жоқ адам ұстайтын болса, бұның оразасы жалпы парыз емес, қысқасы шарт емес оған. Үшіншісі балиғат жасына жету. Балиғат жасына жету, яғни кішкентай балаларға ораза парыз емес, қысқасы парыз емес, яғни парыз болуының шарттары. Ислам ва ақыл балиғат жасына жету. Яғни балиғатқа жетпеген балаға ұстау парыз емес. Яғни біз айтамыз 7 жасқа дейін, 7 жасынан кейін кейде тәрбие мақсатында мысалы, егер де бала 7 жасында ораза ұстамай жатқан болса, оны тәрбие мақсатында не істейді, ескертеді. Қысқасы жайлап бұл бала үйрену керек. Яғни сіз балаларыңызды оразаны ұстатып, яғни кішкентай кезінде мысалға түстен кейін ұста деген сияқты, түстен кейін кішкене азын тамақ іше, обедке дейін жегізіп кішкене, сосын түстен кейін ұстатып баланы кішкене үйретіп бастауға болады. Төртіншісі, ислами емес мемлекетте жүрген кісінің ислам дінін қабылдап, оразаның парыздығын білуі. Ислам мемлекетінде өмір сүретін кісінің оразаның парыз екенін білмесе де парыз болады. Яғни ислам емес мемлекетінде ислам дінін қабылдап, оразаның парыздығын білуі. Бұл уже парыз, ол кісіге оразаның парыз болуына шарт болып есептеледі. Қысқасы, яғни ол кісінің білуі ол кісінің мойнына парыздалды. Енді ислам мемлекетінде өмір сүріп жатқан кісі, мен өмірімде ислам діні туралы, ораза туралы естімедім дейтін болса дағы, ол кісіден мойнынан парыздық түспейді. Қысқасы, яғни білмедім деген үзір болып есептелмейді ол кісіге. Сол себепті ол кісі неге ислам мемлекетінде өмір сүріп жатыр? Яғни бұл атрибуттарды көріп жүр. Ислам азан шақырылып жатыр, молдаларды көріп жүр. Яғни жаназаға барып жатыр мысалға. Бұл жерде ораза туралы естімей қалуы, ораза туралы білмей қалуы мүмкін емес. Сол себепті төрт шарт бірінші оразаның парыз болуына қайтады. Одан кейінгі шарт орындалуының шарттары. Яғни біріншісі айтқанымыз, яғни оразаның парыз болуына қайтатын төрт шарт бар. Одан кейінгі шарт орындауға қатысты. Біріншісі ауру, нифас, хайыз болмауы керек. Яғни ауру болатын болса, ол кісіге парыз болмайды. Яғни орындауы парыз болмайды. Нифас белгілі, хайыз деген сияқты бұл күйлерінде, нифас, хайыз күйлерінде әйел кісі ораза ұстау болмайды. Өйткені бұл оразасы қабыл емес. Өйткені хайыз күйінде ораза ұстаса, немесе нифас күйінде ораза ұстаса, бұл оразалары дұрыс деп есептелмейді. Мысалы, тіпті бір әйел азанда тұрған кезде
азанда тұрған кезде мысалға не істеді, ораза ұстап бастады, хайыз емес еді мысалға. сөйтті дағы бір ақшамға бір 5-6 минут қалған кезде қанды келіп қалды енді. Хайыз келіп қалды. Бұл күнгі оразасы есептелмейді, өйткені соңғы уақыты бізде есепке алынады. Екіншісі тұрғын болу. Тұрғын болу жолаушы болуды, яғни ол кісіге орындауы шарт емес, қысқасы енді. Сапарда жүрген кісінің орындау шартымыз тұрғын болуы керек. Егер де жолаушы кісі орнында жатқан болса, ол кісінің мойнынан әлбетте түседі. Үшіншісі орындалуының дұрыс болуының шарттары, яғни жақсы біз орындап жатырмыз, бірақ дұрыс орындап жатырмыз ба? Мәселе. Біріншісі ниет керек, яғни оразада ниет шарт болып есептеледі. Яғни сіз ораза ұстап жатырсыз, бірақ не ораза ұстап жатырсыз мысалға. Бұны айқындау болып жеткенше, екіншіден, не керек бізге? Екіншіден, жалпы ораза ұстап жатырсыз ба, әлде не істеп жатырсыз? Қысқасы, сол мәселе анықталу керек. Яғни біз ораза ұстап жатырмыз ба, әлде не істеп жатырмыз? Біреулер азаннан кешке дейін мысалға азанда тұрды, тамақ жеуге қолы тимей қалды, мысалы асығыс жұмысқа шығып кетті. Жұмысқа барған кезінде ақшасы болмай қалды, немесе мүлде бір жерге кетіп қалды, сондай яғни тамақ ішуге мүмкін емес жерде, иә. Сөйтті дағы кешке дейін сөйтіп жүрді да, мысалы кешке дейін жүрді. Сөйтіп түстен кейін бір келіп қалды. Кешке жақын күн батқаннан кейін бір нәрсе келіп қалды. Сөйтіп жеді. Яғни бұл қарап отырсаң, мысалға азаннан кешке дейін еш нәрсе жеген жоқ бұл кісі. Енді бұл кісі ораза деп есептейміз ба? Жоқ, әлбетте ораза деп есептелмейді. Немесе дәрігер ол кісіге ұсыныс тастады, жаңағы азаннан кешке дейін жеме деп ұсыныс тастады. Яғни бұл кісі ораза емес, бірақ иә. Соны анықтап алу үшін бізге ниет керек. Ниет ғибадат пен ненің арасын ажыратады деп айттық біздер алдыңғы сабақтарда. Яғни әдет пен ғибадаттың арасын ажыратып беретін бұл ниет. Екіншісі оразаға кедергі болатын хайыз нифасты және де оразаны бұзатын заттардың табылмауы. Белгілі орындап отқан кезде хайыз болып қалу немесе нифас болып қалу деген сияқты нәрселер кедергі болмау керек. Ал жүніптік ше, бірақ жүніптік немесе намазды оқымағандығы үшін күнә алуға кедергі емес. Мысалы біреу жүніп болып қалды, иә, бірақ ораза жүніп екен деп оразаңыз дұрыс емес деп айтпаймыз. Өйткені жүніптік ораза бір бөлек мәселе, жүніптік бір бөлек жеке мәселе. Яғни ол хайыз нифас секілді құлшылыққа кедергі емес. Намазды оқымағандығы үшін біреу намаз оқымайды, бірақ ораза ұстайды. Иә, бұл кісінің оразасы дұрыс па? Әлбетте дұрыс. Яғни ораза жеке құлшылық, намаз жеке құлшылық, қысқасы. Бірақ енді жаңа айтып жүніптік деп мәселесіне, былай азаннан кешке дейін жүніп болып жүре беруге болмайды. Өйткені сіз не істеуіңіз керек? Намаз бар бізде. 5 уақыт намаз бар. Бір уақыт, 2 уақыттың арасында адам ғұсыл алып үлгеру керек. Яғни екінші уақытқа дейін кірем дегенше не істемеуіміз керек бізде? Жүрмеуіміз керек, қысқасы. Үшінші, алтыншы бөлім бізде оразадағы ниет. Оразадағы ниет. Жақсы, біздер осы жерден аяқтайық, иншалла. Алхайр дағуана, алхамдулиллахи раббил аламин.